Армысың алдабашым, қасиетті қазақ халқым. Асқар Бахадыр, ұлт жанашыры. Бүгін 8 мамыр 2025 жыл. Алматы шаһар қала әкімдігі. Қазір Алматы қаласының әкімдігі қазір кіріп Досаев деген анау Жауыз Тоқаевтың ой қойған сонымен сөйлесетін боламыз. Неге халықтың мұң-мұқтажын естімей жатыр, тыңдамай жатыр? Ассалаумағалейкум. Асқар Бахадыр, ұлт жанашыры. Ассалаумағалейкум. Досаев бар ма? Қала әкімі. Желтоқсан жағынан кіресіз контейнерға. Жақсы. Желтоқсан жағынан кіресің дейді. Қазір бір кіріп білетін боламыз. Неге мұнда бассыздықтар болып отыр міне Алматыда, жалпы Қазақстанда. Қазақтың мұң-мұқтажын бұлар қашан ойлайды? Қаңғырып, үйсіз күйсіз жүрген қазақтар жалпы қымбатшылық, жығылғанға жұдырық, Тоқаев деген штрафтың үстіне штрафты өтеп отыр. Мысалға, алтын қазба байлықтар, жер ресурстары, су ресурстары бәрі сатылып кетіп отыр. Тістегеннің аузында, ұстағанның қолында Қытай, Үндіс деген оңбағандар қаптатып кіргізіп отыр міне. Бұл деген ассимиляция болып отқан. Қазақ халқын будандастыру деген сөз. Ол сөздің ұяттығы жоқ. Сондықтан да қазір білетін боламыз. Бұл сұмдық, бұл масқара қашан тоқтатылады? Бұған тоқтау бар ма? Осылай жалғасып кете бере ме әлде? Қазір тамаша білесіздер. Визалық режимді ашықтан ашық қойып қойған. Саламатсыздар ма? Асқар Бахадыр, ұлт жанашырымын мен. Қарағанды қаласынан. Кіріңіз. Досаевқа маған жолығу керек. 111 кабинетке барасыз, сол жақта қыздар отыр, которые жазып принимать ететін қағаздармен. Кіріңіз. Ішкі саясат бар ма? Сумка на шересу. Металлист работает? Металлоискатель, он этот... А мынау істеп тұр, аға. Қайтесіңдер, қазақша сөйлесеңдер, қазақша. Қазақ мемлекеті қазақша сөйлейді. Жоқ, қазақша. Қазақша. Көтере салыңыз. Кіре беріңіз. 111 кабинетке барасыз, Не жақта ма? Аға, мына прямо барасыз да түзу. Сол жақта есік. Жақсы, рахмет. Мінеке әкімдікке кірдім. 111 кабинет дейді. Саламатсыздар ма? Бақытжан. 111 міне. Саламатсыздар ма? Асқар Бахадыр, ұлт жанашыры. Номер запишите, пожалуйста. Қарағанды қаласы. 338. Досаевқа көруге бола ма? Одан кейін ішкі саясаттан бастығын шақырыңыздар бері қарай. 338. Маған жеке қабылдаудың керек жоқ. Мен ұлт жанашырымын, ел жер шырылдап жүрген. Қазақстанға белгілі. Қабылдасын бүгін. 727. Да. Оны мен білем 15 күнді. 15 күннің маған керек жоқ. Өйткені қара халықты ол қабылдап атқан жоқ. Тамаша білеміз. Былтыр 60 мың алматылық қол қойған болатын. Біз бәрін біліп отырмыз. Өйткені ел жер деп шапқылап жүрген азамат көбінесе Алматыда болады. Досаев кетсін деген. Досаев кетсін деген. Бірақ оны қабылдаған жоқ бұл. Бұл айтты, мен Назарбаев қойған, халық қойған жоқ деді. Міне. Болып атқан нәрсе. Маған ондай қабылдаудың керек жоқ міне. Қазір қабылдасын болды.
хабарлап айтыңыз, мен келіп тұр деп. Ол кісіге бізде прямой солай жазылу керек болып тұрмышы. Бізде барлық обращение солай. Алматы қаласы әкімдік аппараты саламатсыз ба? Мен, міне тыңда, есімің кім болады? Гүлназ. Лауазым ше. Ее руководитель. Басқарып отырсыз, иә? Мына жер қалай айтылады? Регистрация ма? Центр прием граждан. Тіркеу, иә? Қазақша Атамның сөйлеңіз. атына келген. Аха. Халықтарды тіркеу. Міне, енді тыңда мені. Ол Мен өзім парламентке кірген адам 22 жылы. Ешқандай 15 күнсіз, анау несіз, Назарбаевты Тоқаевты біледі мені. Менің премиум бірегей мына мінезімді, өршіл мінезімді міне. Анчаққа велосипедпен бардым, міне 27 қыркүйекте, 22 жылы, соғыс басталғанда. Содан кейін парламентке кірдім де айттым, Айдос Сарым деген шықты Назарбаевтың құйыршығы. Тоқтатыңдар дедім, мынау орыстың кіріп атқанын. 100 миллиондап, маған 5 теңге жоқ, мына кіріп атқан орыстарың. Не сонда қазақтар шығарып тастайды екен Алматыда, міне. Қазақтар 5-6 баламен кетті, 150-200 мыңды менсінбей, басқа қазақтар шығарып тастап жатыр, ана орыстар кірсеміз деп. Мен сонда барып кірген адаммын, міне. Тоқаевта, Назарбаевта біледі, маған кері жоқ ондай. 15 күн күтіп кіргізсін. Қазір. Общественное развитиедан сізге кім керек? Кім бар? Ішкі саясаттың адамын бері қарай шақыр. Ответственный приема или руководителя ма? Бастығын. Мен тікелей сөйлесіп жүрген адаммын. Қарағанды қаласының әкімдігімен бәрімен. Тоқаев өзі айтты ғой, мен 19 жылы слышащий государство деп орысшалап құратын болам деп. Қайда ол слышащий? Халықтың үнін ешкім естіп жатқан жоқ. Мен алдың күні мен жұмыстасыздар ма сіздер? Субботниктасыздар ма? Ответственный ешкім жоқ па мына жақта? Түсіндіріп кетесіз ба? осындай сұмдық болып жатыр мені. Аты жөніңізді айтасыз ба? Асқар Арғын халық атауы бойынша. Былай Нұрмаған Асқар есімі. Асқар дейді. Қазақстанның белсенді азаматымын, қоғам қайраткерімін. Осы ел жері үшін шырылдап жүрген мынау. Қазақтың мұң-мұқтажын айтып. Түсіндірсеңіз, специалисттардың бар қайда екенін, неге? Замдары бар ғой олардың. Неше замы бар Досаевтың? саламатсыз ба айтайын? Управление экологии. Орынбасарлар шықсын бері қарай. Обедке дейін барлық басқарма неде субботникте. После обеда келесіздер. Орынбасар шықсын бері қарай. Ау? Дұрыс айтсын. Я осы жерге келесіз, біз Şey mi? хабарласамыз. Иә, қазір бір кісі түсіп түсіндіреді. Жақсы. Замдары жоқ па орынбасарлар? Ешкім жоқ деп отыр, ана қыз қазір түсіндіреді саған. Қайда екенін. Қайда кетті? Бүгін жұмыс күні неге шықпайды Осы олар? жерге Бізде біз субботник болып бірақ жатыр. Субботник. қазір субботник. Ол жақта ешкім жоқ. Қазір Бүгін ешкім бейсенбі ғой. шақыра алмаймын. Демалыс па ертең соған? Бүгін сағат 2-3-ке дейін субботникта болады. Келе ма, келе ма? Негізі обедте не болу керек? Лучше давайте понедельник келесі 9-да. Ертеңгі күннің анау орыстардың бессмертный полкын тоқтатыңдар ма? Печать қойып. Қол қойып. Ана жауап бере алмаймын. Қазір келсіңдер, сөйлесеміз. Сөйлесеміз, жақсы. Там повернула 100 тысяч на тебе. Сразу на ровном месте. Кім? А? Қандай управление? Экология. Экология. Айттым түсіндіріп. Я думаю, просто письмо оставлю и уйду. Просто қабылдап аламын. А, здравоохранение ма? Иә. Кісілер қазір Міне осындай сұмдық болып жатыр. После обеда вдруг болған жасар. Айналған қазақ халқы міне. Понедельник. Қазаннан қақпақ кетсе иттен ұят кетеді дейді міне. Нет, только собой. Мен оны баяғыда айтқанмын мына әкімдікке. Сендерден ұят кеткен. Қазаннан қақпақ 2000 жылдар кетті. Міне. Осындай сұмдық жағдайда тұрып жатырмыз міне. раздел? Аха, осы жерде. Бәрі. Заявление Анау Заявление. аты барда заты жоқ, заты барда аты жоқ міне. Схема разделада. Назым осындай екен. Маған айтыңызшы деген ғой сіз.
қазір біреу түседі деді, білмеймін. Оның лауазымы қандай? Кім түсетін адам? Канцеляриядағы қыз ғой, жұмыста сол мен ғанамын дейді. Ішкі саясаттағы қыз ба? Общественное развитие. Ол мардымды не айтады? Білмеймін. Келіп түсіндірсін бастықтары, қайда екенін, Алло. қашан болатынын. Ага, быстро говорите, я возьму. Гүлназ, короче, этот учетка бар ғой, опын алматшы. Меруерт Молдогалиевнадан сұрасам, ол кісі Да, звондап. я тут раз я ему говорю. Ботагөз, что я должна... Мен осында сұмдық орын алып жатыр. Бүгін Почему айналған қасиетті қазақ халқы, мысалға, бүгін жұмыс күні, А когда в тот раз? жұмыс күні кәдімгідей. Кто у вас руководитель? Ешкім жоқ мында. Берсін ода арқылы деп ше. Досаев жоқ. Қазір бір Секең деген қыз түседі жоғарыда. Сол сол жерде қалып кеткен. Қазір мен сұрасам, аштыңызға десем, что я должна отправить? Почему дело до конца не доводится? Не болып тұр бұл? Сонда өздеріңіз ойлаңыздаршы. Сіздер үміт артып жүрсіздер әлі осы ел Через нас берете кірмеу. түзеледі деп. Осындай мына басшылықпен міне әкімдікте бір адам баласы жоқ. Секең деген бір қыз түседі қазір. Ол не деп айта алады маған? Ішкі саясат жоқ. Я вот ойын документ. Досаев өзі жоқ, орынбасарлары жоқ. Міне бір жерде тойлатып жатыр олар, құдай біледі. Ана орыстың мерекесін. Орыстар жеңді ғой, ертең соны тойлайды ғой, ойбай-ой. Қазақтар жоқ оның арасында. Жеңіс орыстікі ғой, пилоткаларды киіп алып ертең жүреді бәрі. Бірақ мен оңғарға ескертіп айтам, Қарағандыдағыдай, міне, бір георгиевский ленточка көрсем, ошақтан, міне, Алматыдан. Жаман болады арты. Мен бірден айтамын, Қарағандыда бізде бір георгиевский ленточка жоқ. Оны мен тыйғам әкімдікпен бірге. Алматыда былтыр тамаша білесіздер. Шайзада деген біздің белсенді орыстарды тоқтатып, туын тартып алған үшін 5 тәулікке қамалды мені. Қазақтың қас батыры оған рахмет айтудың орнына, міне, біздің әкімдік ар жағында Тоқаев бар. Сол Шайзаданы 5 күнге қамап тастады, сен орыстарға тиістің деп. Сонда орыстар қызыл туды жалақтатып жүреді екен біздің сайын даламызда. Бұл не болып өтті сонда? Жақында білесіздер, бір ай бұрын. Саламатсыздар. Саламатсыз. Иә, Асқар Арулбақадыр, менің есімім. Есіміңізді айтыңызшы, лауазымыңызды. Жоқ, мен айта алмаймын, сіз мені видеоға түсірмеңіз. Неге түсірмеймін? Жұмыс бабындасыз ғой сіз. Сіз менің рұқсатымды алған жоқсыз ғой. Маған керек жоқ рұқсат. Сендер жұмыстасыңдар, айналайын. Сендер халыққа жауап беріңдер, не істеп жатсыңдар? Рұқсаттың маған керек жоқ. 20-шы бап бар. Ата заңда. Әрбір адам өзі белгіленген ақпаратты алуға, таратуға құқылы деген. Түсініңіз бе? Керек жоқ, оны тоқтатыңдаршы. Мен сен оны лично төсегінде тұрып жатқан жоқпын, жатқан жеріңде. Қай жақтасыз? Саламатсыз. Сондықтан да мен сізді Ақтолқын, Айтолқын. Иә, мен Алматы қаласы қоғамдық басқармасының кеңсесінде жұмыс жасаймын, канцеляриясында. Басшыларыңыз қайда? Басшылық қазір бүгін бізде жалпы Алматы қалалық сенбілік болып жатыр. Басшылардың бәрі сол жерде. Сөйлесейік, е. Қандай сұрақ беріңіз? Мен енді ұлтжаны. Ұнап тұрған жоқ. Ештеңе түгіде жоқ. Сендердің жұмыстарыңа баға беретін халық. Сендерге ақша беріп отқанда халық. Сол халықтың мұң-мұқтажын ойлап жүрген мен Асқар Арулбақадырмын. Мен әрбір әкімдікке кірем. Тағы да бір айта салыңыз, жазбай. Әрбір әкімдікке кірем, керек болса Назарбаев та Тоқаев та мен таниды. Мен Ақордаға мынау парламентке кірген адаммын, келмек. Ешқандай 15 күн күткен жоқпын мен. Досаев мені қабылдасын. Аты жөніңізді айтып жүріңізші. Мен Асқар, Нұрмаған Асқар Кашепұлы. Қоғам қайраткерім мен, ұлт жанашырымын. Нұрмаған Асқар Кашепұлы. Кашепұлы? Иә. Мен халық Асқар Арғын деп атайды. Асқар Арғын дейді негізінде. Кімге? Асқар Ар сызықша ғын.
үлкен әріппен ғұн деген үлкен әріппен сөйтіп атайды. Мен енді халықтың мұң мұқтажын ойлап жүрген адаммын бәленбай жыл. Бәленбай рет қамалдым, бәленбай рет отырдым, міне сынбаған жер жоқ, бірақ біз бәрібір халықтың мұң мұқтажын ойлап жүреміз. Түбіне дейін міне тоқтатамыз мынау оңбағандықты, мынау дұрыс емес нәрсені мынау билікте. Тоқаев айтты ғой, мен бәрін өзгертем, еститін мемлекет болады, міне. Сіздер біздерді естімесеңіздер, кім естиді оны? Мысалға сен жаңа ренжіп жатсың. Менен түсірмегенде қайтем, халық бізден сұрайды, аналар бізді тыңдап жатқан жоқ. Міне, жылап бізге келеді мысалға. Халық. Қарайған халық, міне, аш-жалаңаш, міне, алтын байлықтың үстінде отыр, бірақ жалаң бұт былайша айтқанда. Ол сөздің жақсы ренжіме оның айтқаныма. Сондықтан да мен мына жерге келіп тұрмын, кеше де келіп кеттім, өйткені кеше мереке екен жарайды. Бүгін енді мен бүгін келіп отырмын. Менде мынау не сұмдық сонда? Досаев жоқ, замдары қайда, орынбасарлар қайда? Осы 9 мамырға байланысты қазір бізде Алматы қаласы бойынша именно бүгін сенбілік жүріп жатыр. Тазалап жатсыздар. Жан жақтың барлығында субботник болып жатыр. Қазір басшылық, Досаев, біздің өзіміздің управлениенің бастығы, бізде 3 замымыз бар. Зам сотрудниктардың барлығы сол неде субботникта. Мен канцелярияда жұмыс жасаймын. Потому что, мысалы, мен не үшін жұмысқа келдім, неге мен субботникқа барған жоқпын. Өйткені аппарат президентадан бізге поручение түсуі мүмкін де, сол үшін канцелярияда ең болмаған. Байланыс тұтсың, былайша. Бір адам болды. Және де халықпен байланыс тұтсың, сол емес пе? Енді бір адам айту керек қой, біз бармыз мына жерде деген сияқты. Бәрі кетіп қалса да осы соғыс болса да. Бірақ енді мен сізді қазір тыңдап отырмын да, бірақ есім кім деді? Айтолқын. Айтолқын? Жақсы. Бірақ мен сізге қазір ештеңе деп ешқандай информация бере алмаймын. Себебі менің ондай нем жоқ та. Құзырым жоқ. Құзырым жоқ. Құзырымда. Мен тек сізден заявление қабылдап алып, тіркеп басшылыққа кіргізе аламын. Басқа мен сізге бүйтіп разъяснение ештеңе бере алмаймын. Енді Ақтолқын, былай ғой жағдай. Мен алаңдатып отырған ертең 9 мамыр. Тамаша білесіз. Халық өте ашулы, халық өте ренжулі. Халық мына өкіметтің жұмысымен қанағаттанбай отыр. Былайша айтқанда қымбатшылық деген өрбіп тұр. Екі қолға бір күрек, 80 мың теңге, міне жетіскен жетістік осы 33 жылда. Халық қаңғырып жүр, 8 миллион қазақтың үй күйі жоқ, 62 пәтер, бір депутатта бар екен. Міне, бізді ол өте қатты ашуландырып отыр. Біз халықтың арасында жүргенсін, біз оны бәрін тамаша білеміз. Халық бұрқ етейін деп тұр, міне, мысалға. Соның бәрі қашан өзгереді? Қашан халықтың мына мұң-мұқтажын еститін болады мына біздің билік тырнақшада алғанда. Мына Тоқаевтың билігі. Осылай кете бере ма? Қазір орыстың экспансиясы жүріп жатыр. Мына жаққа Қытай үндістерін қаптап жатыр. Безвизовый режимді ашып қойған. Қайда алып кетіп бара жатыр мынау? Мынау не болып жатыр сонда сұмдық? Кімге керек мынау үндіс Қытайлар қаптап жатқан осы Алматыға келем, міне аяқ алып жүре алмайсың міне. Өз қазақтарыңа жағдай туғызсаңдаршы, міне 30 жыл болды ғой. Міне 80 мың теңге деген не ол? Түк емес міне. Мынадай қымбатшылықтан. Мен өзім саясаттан басқа экскаватор жұмыс жасаймын, мысалға, Айтолқын. 500 мыңға жұмыс жасап жатырмын. Оның өзін мен бастықтарға айтамын, анауың тиын. Біз құрып өткенде 900-1 миллион алуымыз керек. Өйткені қымбатшылық деген кетіп жатыр міне. Ет деген тоқтаусыз тұр, бірақ жегіміз келеді міне. Бір түйір етті алдым ана жолмен, алдым күні міне. 5 мың теңге міне. Одан да қымбаттатып жатыр. Сонда мынаған тоқтау бар ма? Осылай жүре береміз бе біз сонда? Алтын сандықтың үстінде міне жалаң бұт. Қашан халыққа көңіл бөледі міне. Былтыр Досаев халықтың алдында мынау өзінің есеп берді. Есеп бергені не керек оның? Ол жерде есеп те берілмей тұр міне халыққа. Оның алдында 60 мың қол жинады халық. 60 мың адам Алматының кет деп айтты. Ол айтты, сендер емес мені қойған. Назарбаев пен Тоқаев мені қойған деп. Міне, сонда ол дұрыс па? Сендерді халық асырап отыр ғой осы қолымен. Қаншама налог, қаншама салық салып отырсыңдар, қаншама анау жоғалған жұдырық айыппұл сағылып жатыр міне. Қыстың күні тіпті ешқандай миға қуанымсыз айыппұл міне. Машинеңді 5 минуттан артық қыздырма, ойбай штраф саламыз. Ол не сұмдық сонда? Бітті милары бар ма? Қарағанды мысалға менде 40 градусқа дейін болады аяз. Қызбайды ғой ол машине 5 минутта. Парламентте отырған көкелерге де айтам, айналайындар, сендер неге отырсыңдар ана жерде міне. Қазір міне не болып жатыр міне.
біздің бір белсендіміз қамап алыпты міне, Ануар Данияров деген мені. Алдымен алып шықтым мен оны ДВТ-дан. Кабинетінде ұстаған тергеуші. Не деген сұмдық, не следствие жоқ, не жоқ, санкция жоқ. Құр ана Тоқаевтың сын айтқан Кенесарының анау Батыр бабамыздың мүсінін неге алып тастадың деп Астанада. Ол мүсінде не шаруасы бар? Біздің Батыр баба сонда не болып тұр бұл? Орысқа қызмет етіп тұр ма? Тоқаев прямой орысқа қызмет етіп тұр, міне. Путинге. Не үшін алып тастайды ол біздің Батыр бабаның мүсінін? Соны айтқан Ануарды, міне, 7 жұма, 1 жұмаға қамап алған. Сонда жарайды абақты да болса екен, заңды болса екен. Заңсыз кәдімгідей тергеуші деген ана Руслан. Қасында кабинетте құшатып ұстап отырған ғой. Міне, мен бармасам соны ешкімде алып шықпайтын еді, әйтеуір адвокатына қорғаушы Жанар Балғабаев екеуміз кетпей сол ДВТ-дан түнімен. Соны шығарып алдық, сондай сұмдық болып жатыр, мен айналайын. Ақ толқын дедің ба, есім? Да. Ашудың да шегі бар. Мына ашу, мынау кеудедегі ашу мені шығады. Шын айтайын мен. Халықта сондай жағдайда мен. Досаев айт сондықтан да мынау тоқтатсын мынаны. Халыққа көңіл бөлсін. Асқар аға, мен сізді жеке қабылдауға жасаймын, біздің өзіміздің жазыңыз. басшымыздың. Иә. Бірақ Досаевқа емес, мен Досаевқа Досаев- жазбаймын. Досаевқа сіз бәрібір айта аласыз өзіңіз арқылы. Жоқ, Оның телефоны жоқ, өкінішке орай. Мен қоғамдық даму басқармасынан келіп тұрмын да. Түсінікті. Өз басшыларың айт, Иә. ішкі саясаттың басшысына айт, міне ертеңгі күні анау орыстардың ешқандай ана тулары жүрмесін мына жерде. Міне жазып қой өзің. Асқар аға, қазір тұра тұрыңыз 1 минут, мен қазір календарьда қараймын. Келесі сейсенбі күні бізге қай күнге түсетінін. Қараңыз, келесі сейсенбі бізде 13-ші мамыр. Түсірмеңізші. 10 мамыр жарайды. 13-ші мамыр бізде Сейсенбі, иә? Иә, әр сейсенбі күні сағат 2 мен 4-тің арасында бізде Айдар Рахымжан үшін жеке қабылдау өтеді. Сізді соған жазайын. Сіздердің мынау бөлімнің басшысы ғой, иә? Иә, біздің Сіздердің басқарманың басшысы. бөлім ішкі саясат емес, ішкі саясат. Ішкі саясат біз, иә. Жақсы. Басшысы кім деді? Есенбеков Айдар Рахымжанұлы. Телефон бере алмайсың ба? Телефон бере алмаймын. Сізді мен личный Есенбеков приемға жазайын. Айдар, иә? Иә. Жақсы. Номеріңізді маған қалдырыңыз. Жақсы, жазып қой. Удостоверениеңізді маған WhatsApp-қа жіберіңіз. Мен сізді базаға барлығына тіркейін. Басшының жеке қабылдауына сізді жазайын. Суретке түсіріп алсам болады ма? Мен тағы да қайталап өтейін, мен Қазақстанға белгілі азаматпын. Жақсы, ескертіп айтамын, иә. Қазақтың мұң-мұқтажын ойлап, айтып, шыңғыртып, сол билікпен былайша айтқанда жасыратын түк те жоқ. Телефон номеріңіз болды? Иә, алысып жүрген. Номер. 747 674 674 98 98 37. Жақсы. Онда мен сізге Асқарға өзім хабарласам. Бүгін бізде четверг. Ертеңгі күн бізде демалыс. Бүгін кешкісін немесе дүйсенбі күні кешке дейін сізге хабарласып, вторник күні ровно сағат қаншада болатынын сізге барлығын өзім звондап айтатын боламын. Жақсы, одан кейін тағы бір сұрақ. Мынау ертеңгі болатын мынау шараларды бастықтарыңызға айтыңыз. Осы жаңа кім деді есімі? Есенбеков Айдар Рахымжанұлы. Айдар Рахымжанұлы Есенбеков. Жазып берші маған бір қағазға. Есенбеков Айдар Рахымжанұлы. Ертеңгі күні ана орыстар ешқандай туды алып жүрмесін Алматыда. Мен өзім тексеремін. Біздің Қазақстанның туын ба? Жоқ, ана орыстың туын, қып-қызыл туды. Оны мынау ішкі істер органдарына бәріне ескертіп қойыңыздар. Міне. Бізде Қарағандыда ондай жоқ. Міне, мен әкімдікпен жұмыс жасаймын. Ләззат Төкенова деген бар, әкімнің орынбасары. Маған толық орысша айтқанда отчет береді міне. Ешқандай ту болмасын. Мен баяғыда айтып қойғанмын міне. 3-4 жыл бұрын ондай болатын. Кәдімгідей мынау Георгиевский ленточканы тағып алып, туларды желбіретіп, міне Ресейдің ана туларын жүрмесін. Міне ертең мен өзім
қадағалап өтетін боламын. Мына Алматыны. Осы жаққа дейін мен түгел аралап өтемін, мен қалқамада тұрып жатырмын. Жақсы, Түсіндіңіз Асқар ба? аға, онда иә. Мен Жақсы, сізге айтып бүгін отырмын. бүгін кешке хабарласпасам, онда дүйсенбі күні кешке дейін звондап, сағат нешеде, қай кабинетте барлығын сізге Телефон беріп қойсайшы өзіңде. Маған. Маған жазсайшы. жазайын ба? Мен десем мен ана-жақтың хабарды өтейін. Мынау екі жақтың хабар болсын. Осымен біз мынау Айтолқынмен сөйлестік, сұхбат өткіздік, қасиетті қазақ халқы. Осындай басшымен жолығатын болдым. Енді өзімнің талабымды айттым. Ертеңгі күні ешқандай тулар болмасын. Мынау Ресейдің мынау сепаратизммен бастары ауырып жүрген азаматтар мына жерде ешқандай шығушы болмасын. Міне мен өзім ертең қадағалайтын боламын Алматыда. Оны мен Қарағанды білет тамаша. Қарағанды әкімдігіне де мен сәлем айтып жүрдім. Мен жоқ екен деп, сендер ана-жақты тағы да құтыртып алмаңдар. Өйткені халық онсыз да ренжулі, халық онсыз да олар үйдің ішінен үй тікпесін. Сондықтан да қош саламатта болыңыздар. Міне Асқар Бақадыр, ұлт жалғастырады. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.